Жедел ақпарат тарады, көріңіздер. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қаржы министрлігі ұлттық банк 50 мың доллардан асатын валюталық операциялар бойынша мәліметтерді салық органдарына бөлісе бастайтыны туралы бюро жобасын ашықтыққа порталында жариялады. Авторлар ұлттық банк пен мемлекеттік кірістер органдары арасында ақпарат алмасудың бірыңғай ережелерін белгілеуді көздеп отыр. Қазақстан Республикасының салық кодексін жүзеге асыру мақсатында 50 мың ақш доллардан асатын валюталық операциялар, оның ішінде тауарлық емес операциялар, резидент емес тұлғалардың кірістері, Астана халықаралық қаржы орталығына қатысушылардың мәліметтері туралы есеп беру мәселелері бойынша мемлекеттік кірістер органдары мен Қазақстан Республикасының ұлттық банк арасындағы өзара іс-қимыл қағидалары белгіленеді делінген хабарда. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.